Құрметті ата-аналар және заңды өкілдер, бұл бейнежазбада біз ақпараттық жүйеде ваучерлік кезекке өтініш қалдыру үдерісін қарастырамыз. Алдымен өзіңіздің интернет браузеріңізді ашыңыз. Біз Google Chrome браузерін қолдануға кеңес береміз. Іздеу жолағына balabaqsha.snation.kz теріп, сайтқа өтіңіз. Авторизация үшін деректеріңізді пайдаланып, жеке кабинетке кіріңіз. Сіздің жеке профиліңізде барлық қажетті ақпарат толтырылғанына және менің балаларым бөлімінде сіздің балаларыңыз туралы мәліметтер енгізілгеніне көз жеткізіңіз. Кезекке қоюға өтініш берудің екі жолы бар. Басты беттен ваучерге кезекке өтініш беру батырмасы арқылы немесе мәзірдегі ваучерге өтініштер бөлімі арқылы. Ваучерге кезекке өтініш беру батырмасын басыңыз. Ашылған бетте қызметті алу шарттарымен танысып, қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Электрондық өтінішті толтырыңыз. Егер сіз жеңілдік санатына жатсаңыз, оны ұсынылған тізімнен таңдап, тиісті растайтын құжаттарды тіркеңіз. Жүйе сіздің балаңыздың жасына, әлеуметтік мәртебесіне және көрсетілген жеңілдіктерге байланысты кезекті автоматты түрде анықтайды. Өтініш берілгеннен кейін кезекке тұру туралы хабарлама автоматты түрде сіздің жеке кабинетіңізге түседі. Өтініштің мәртебесін бақылау үшін менің өтініштерім бөліміне өтіңіз. Назарларыңызға рахмет.